Армысыздар, құрметті ұстаздар қауымы. Біз 2022 жылдан бастап шабыт рухани танымдық бағдарламасын жүргізіп келе жатырмыз. Бағдарламаның аясында біз ұлт зиялыларының ғылым, мәдениет, педагогика және білім жайындағы еңбектеріне шолу жасап, зерделеп жүрміз. Кезекті дәрісімізді қазақтың ұлы ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсарин мен орыс ойшылы жазушы Лев Толстойдың педагогикалық еңбектері мен көзқарастарын талдап, олардың педагогикалық идеяларын олай болса, құрметті әріптестер, осы екі ұлы тұлға туралы бейнероликке назар аударайық. Егер бейнеролик көріп отырған кезде айтатын пікірлеріңіз болса, ойлар туындаса, чатқа жазып отырсаңыздар болады. Кезек бейнероликте. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Ол қазақ балаларына арнап алғаш рет оқулық жазды. 14 қазақ мектебін ашты. Ыбырай өзінің педагогикалық идеялары мен өзге ел педагогтерінің тәжірибесіне сүйене отырып, қазақ тілінде қазақ хрестоматиясын жазды. Бастауыш, баяндауыш, сын есім сияқты ұғымдарды енгізді. Ыбырайдың қазақ балаларын оқуға тартудағы қағидалары мынадай болды. Біріншіден, баланы қабілеті мен жетістігіне сәйкес оқыту керек. Екіншіден, мұғалім оқушыны жақсы көру керек. Олардың қызығушылығын арттырып, білімге деген ынтасын дамыту керек. Үшіншіден, оқушыға пайдалы білім беру керек. Ешқашан жаттау арқылы оқытуға болмайды. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым, білім беру жүйесі сақталу керек. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Халық Ыбырай Алтынсаринді ұлы даланың шамшырағы деп атайды. Ол жаққан шамшырақ бүкіл қазақ даласын біліммен нұрландырып тұр. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз. Лев Толстой. 31 жасында ол өз үйі Ясная Полянада шаруа балаларына арнап мектеп ашты. Мектепке тән ерекшелік балаға берілген толық еркіндік, шығармашылық күшіне сене білу, оларға ізгілікпен қарау. Ол баланың жеке басын құрметтеуге, белсенділігі мен шығармашылығын дамытуға негізделген өзінің тәрбие жүйесін жасады. Мектепте оқу, жазу, таза жазу, грамматика, орыс тарихынан әңгімелер, сурет салу және ән пәндері оқытылды. Шаруа балаларына арнап әліпби оқулығын 1872 жылы жарыққа шығарды. Сонымен қатар 4 оқу кітабын құрастырды. Оқу кітаптарында жұмбақтар мен мысалдар енгізді, және бұл балалардың ойын дамытуға және жағымды қасиеттерді тәрбиелеуде құнды құрал болды. Толстойдың жаңа дидактикалық қағидалары. Біріншіден, мектеп пен мұғалімнің борышы оқытуды оқушылар толық үлгеретіндей етіп ұйымдастыруға қол жеткізу. Екіншіден, оқушыларға берілетін материал түсінікті және қызықты болу керек. Үшіншіден, мектептерде жүргізілген қатал тәрбие, құрғақ жаттау, шәкірттердің жеке басын аяққа басуға қарсы болды. Лев Николаевич Толстой, ол әлемдік деңгейдегі ұлы ойшыл, жазушы ғана емес, ұлы педагог. Құрметті әріптестер, ұстаздар қауымы, қазір біз осы екі тұлғаға байланысты сұрақтарды экранға жолдаймыз. Сұрақтардың бір бөлігі Ыбырай Алтынсаринге байланысты болатын болса, кейбір сұрақтар Лев Толстойдың өмірі мен шығармашылығына байланысты. Сұраққа екі түрлі жолмен жауап бере аласыздар. Міне экранда көріп отырсыздар. Бір жолы QR код арқылы және чатқа сілтеме жіберілді. Сілтеме арқылы кіріп те сұрақтарға жауап бере аласыздар. Белсенділік танытып, осы екі тұлға туралы сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймыз. Сілтеме чатқа жіберілді, әріптестер. Міне қазір бірнеше секундтан кейін біздің алғашқы сұрағымыз экранға шығады. QR код арқылы немесе сілтеме арқылы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрағымыз Толстойдың балаларға арналған журналы қалай аталды деген сұрақ.
Өздеріңіз көріп отқандай бұл жерде 3 нұсқа беріліп тұр. Знание, ясная поляна және дети деген. Міне, мен қазір берілген жауаптарды экраннан қарап отырмын. Қатысушылардың көпшілігі дұрыс жауап берген. Әрине, журналдың аты Ясная поляна болатын тұғын. Тамаша, енді келесі сұраққа, екінші сұрағымызға назар аударсаңыздар. Қазір екінші сұрақ экранға беріледі. Ыбырай Алтынсарин жазған оқулық қалай аталады? Осы берілген 3 нұсқаның ішінен дұрыс жауапты таңдайды деп сенеміз. Бірінші қазақша оқу жайы, екінші жиған терген, үшінші нұсқа қазақ хрестоматиясы деп аталады. Осы аталған еңбектердің қайсысы Ыбырай Алтынсариннің қаламына тән? Бәрекелді. 17 тыңдаушы дұрыс жауап беріпті. Әрине, бұл оқулықтың аты қазақ хрестоматиясы. Енді соңғы сұрақ экранға беріледі. Белсенділік танытып, сұраққа жауап берулеріңізді өтінеміз. Ыбырай Алтынсарин Лев Толстойдан аударған әңгімесі. Жалпы Ыбырай Алтынсарин оқулық жасау барысында, қазақ хрестоматиясын жинақтау барысында Лев Толстойдың бірнеше әңгімелерін қолданған. Аталған беріліп тұрған нұсқалардың қайсысы сол Толстойдан аударылған? Данышпан қазы, талаптың пайдасы, киіз үй мен ағаш үй деген нұсқалар. 7 тыңдаушы дұрыс жауап таңдапты. Дұрыс жауап Данышпан қазы деп аталады. Алжир жұртының Балуақас деген атақты қазысына байланысты әңгімені Лев Толстойдан аударған Ыбырай Алтынсарин. Ең жоғары пайды Феруза Қанаевна алыпты. 2580 ұпай жинаған тыңдаушы. Енді өзінің атымен емес, бір жасырын бүркеншік атпен тіркелген екен. Бәрекелді. Сіздердің осы сауалнамаға белсенді қатысқандарың үшін рахмет айтамыз. Және бір қуантарлығы берілген сұрақтарға негізінен дені дұрыс жауаптар берілді. Ал енді әріптестер, біз негізгі бүгінгі тақырыпқа көшсек, бүгінгі әңгіменің өзегі болатын 2 тұлға. Оның бірі Лев Толстой. Лев Толстой әлемдік деңгейдегі ойлау жүйесіне, әлем әдебиетіне сөз жоқ әсер еткен тұлға. Және осы қазақ әдебиетінде Лев Толстойға соқпай өткен бірде-бір тұлға жоқ. Біздің Алашордадан бастап 19 ғасырдың екінші жартысынан Абай мысалға Толстой тілге тиек етеді. Одан кейін Шәкәрім Құдайбердіұлының Толстойға хат жазғанын бәріміз білеміз. Әлихан Бөкейхан Лев Толстойдың бірнеше еңбегін қазақ тіліне аударған. Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов. Жалпы біздің осы 20 ғасырдағы және 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ зиялы қауымдарының ішіне Толстойды айналып өткен адам тұлға жоқ деп айтсам қателеспейтін шығармыз. Әңгіменің бастауын осы Лев Толстой туралы бірнеше дерекке тоқталсақ деп отырмын. Бірінші, Лев Толстой әлемдік деңгейдегі жазушы екенін бәріміз білеміз, бірақ дегенмен Лев Толстой өмірінің едәуір бөлігін, белгілі бір бөлігін балаларды оқытуға арнап, Ясная полянада бірнеше мектептер ашқан. Тек бір ғана мектеп емес, сол өңірде бірнеше мектептерді ашқан. Ондағы мақсаты сол өзі өскен ортадағы балаларға, бүлдіршіндерге өзінің үлесін қосу, септігін тигізу. Бұл мектептердің ең алғашқысы 1859 жылы салынды. Одан кейін осы мектептерді ашу барысында Лев Толстой балалардың жеке тұлғалық қасиеттеріне қатты мән берген. Бұл жерде Толстойдың ұстанымы әр бала өзі бір бейіммен өмірге келеді, оның жеке тұлғалық қасиеттері бар. Тәрбие беру барысында осы қасиеттерге нұқсан келтірмей тәрбиелеу, нұқсан келтірмей оқыту ол Толстой ұстанған негізгі қағидалардың бірі есептеледі. Одан кейін Толстойдың балалармен жұмыс барысында ұстанған тағы бір қағидасы, әр оқушы қайда отырғысы келсе, сонда отыру керек дейді. Қазір енді заманауи ғалымдар балалардың ақпаратты қабылдау ерекшелігіне байланысты оларды аудиал, визуал кинестетик деп бөледі. Және педагогика саласындағы зерттеулерге сүйенетін болсақ, сол балалардың сыныптың белгілі бір бөлігінде отыру олар үшін өте маңызды. Енді Лев Толстой бұны сөз жоқ, сол ғылыми жаңалықтарға, ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып жасағаны белгілі. Жалпы Толстойдың мектебіндегі балалар күнделікті өздерінің қалаған жерлеріне отырып отырған.
Одан кейін 1862 жылы Ясная Поляна педагогикалық журналын жарыққа шығарды. Міне біз қазір айтып отырған жаңағы ментиметр бойынша берілген сұрақтардың ішіндегі Данышпан қаз деген әңгіме осы журналға жарияланған болатын. Ал кейінірек Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясын жазу барысында осы журналдағы Толстойдың бірнеше әңгімесін қазақ тіліне аударып, қазақ балаларының табиғатына келетін бірнеше әңгімені өзінің оқулығына кіргізгені, бұл да тарихи дерек болып есептеледі. Одан кейін осы Ясная Поляна журналына педагогика тақырыбындағы мақалалар, бастауыш сынып оқушыларына бейіндеп жазған әңгімелер, мысалдар жарияланған. Арада біраз үзіліс болып, Ясная Полянадағы мектеп 1870 жылы қайта ашылды. Келесі слайдқа мән берсек, Лев Толстой балаларды оқыту барысында негізінен ұстанған 10 қағидасы бар. Енді бұл бүкіл әлем педагогтарына таныс нәрсе. Бізде қазір осы қағидаларға жеке-жеке тоқталып, өзіміздің тұжырымымызды, өзіміздің пікірімізді атап өтсек деген ойда отырмыз. Толстой ұстанған бірінші қағида ол бала табиғатын тәрбиемен бұзбау керек дейді. Мұндағы енді бұл жерде бір нәрсені ескеру керек. Толстойдың әу бастағы бала оқытудағы негізгі ұстанатын қағидасы бала туылған кезде белгілі бір ерекшелікпен, болмыспен дүниеге келеді деген ұстанымда болған. Тәрбие беру барысында осы баланың жан дүниесінің тереңдегі ерекшеліктерді, болмыстарға өте бір сақтықпен қарау керек екенін қатты ескертеді. Енді осы тұжырым бізге Жүсіпбек Аймауытұлының 1926 жылы Мәскеу қаласында жарыққа шыққан жан жүйесі және өнер таңдау атты еңбегіндегі набір идеясымен үндесіп тұрған атап өтсек деп отырмыз. Жүсіпбек Аймауытұлы бала туылған кезде белгілі бір бейіммен туылады, баланы оқытқанда, тәрбиелегенде сол бейім бағытына қарап оқыту керек деп айтқан болатын. Бұны біз өткен алдындағы Жүсіпбек Аймауытұлының осы еңбектеріне байланысты лекциямызда атап өткен болатынбыз. Енді мына жерде нақты бір Толстойдан цитата келтіргім келіп отыр. Лев Толстой айтады: ересектер өздерінің ойларына сенімділігі соншалық баланың мінезіндегі, қылығындағы өзіне ұнамаған тұстар жөндеуге, сынауға түсуге дайын тұрады. Бұнымен баланы жөндемейміз, құртамыз дейді Толстой. Әрине бұл жерде бұл қағиданың менің ойымша біздің қазақ табиғатына, қазақ балаларының табиғатына келіңкіремейді. Жалпы әдетте біздің ұлттық педагогикада берілетін тәрбиемен баланың табиғатының арасында керемет бір үйлесім бар. Толстой өз ортасының орыс қоғам тәрбиесі туралы айтып тұрған ескеруіміз керек. Лев Толстойдың екінші ұстанған қағидасы ол баланы жазаламау керек дейді. Жалпы Толстой өзінің тек қана балаларға қатысты емес, жалпы адам жазалауға қарсы болған кісі. Енді осы жерде бір қызық бір фактіге тоқталып кетсем дейміз. Абай 30-ші қара сөзінде мынандай бір идея айтады: бала қашан ғылым білімге өз махаббатпен іздейтін болғанша алдап немесе оны қорқытып оқыту керек деген қағиданы ұстанады Абай. Бұл жерде Лев Толстой мен Абай Хакімнің педагогикалық көзқарастары мүлде келмей тұрған байқаймыз. Бұл жерде біз екі тұлғаның екі түрлі ортада, екі түрлі қоғамда өскенін ескеру керек біз деп ойлаймын. Үшінші нәрсе, үшінші қағида ол кемшіліктерді жасырмау. Толстой бұл жерде мынандай бір идеяны алға тартады. Жалпы балалар өте үлкендерге қарағанда сезімтал, сұңғыла келеді және олардан кемшілікті жасыру қиын дейді. Сондықтан ұстаз баланың алдында өзінің кемшіліктерін жасыру үшін әуреленбеу керек деген осындай идеяны ұстанады. Егер мұғалім бір белгілі бір кемшілігі бола тұра, оны баладан жасыруға тырысатын болса, ол шынайылығын жоғалтады деген осындай қағида ұстанған. Енді біз қазір Толстойдың қағидаларын айтып отқан кезде, біз бұл қағидалардың бәрі ақиқат, шындық деп айтпаймыз, тек Толстойдың шын мәнінде балалармен жұмыс жасау барысында осындай қағидаларды ұстанғанын ескертеміз. Бірақ дегенмен қағидаларында шындық жоқ деп айта алмаймыз. Одан кейін төртінші қағида пайдалы нәрсені ғана үйрету деген. Енді бұны кішкене тарқатып айтатын болсақ, Толстой балаға оқыту барысында оларға таңдау еркін беру керек деген. Егер бала оқу барысында кейбір пәндерге мүлде қызықпайтын болса, кейбір пәндерге оның табиғаты қабылдамай тұрса, балаға бас тартуға, өзі сүйетін пәндерді таңдауға мүмкіндік беру керек деген қағиданы ұстанған және жаңа біз айтып өткен Ясная Полянадағы мектепте дәл осы қағидамен жұмыс жасаған. Бесінші қағида Толстой ұстанған ол жеке тұлғалық қасиеттер тәрбиелеу. Бала өз табиғатында өз бетінше ізденуге, еркіндікке іздену қабілетіне қатты құрметпен қарау керекпіз деген. Бұдан бөлек баланың жеке тұлғалық өзіне ғана тән қасиеттер болатындығын айтады және Толстой
мынандай бір тұжырым айтады. Әр бала ешкімге ұқсамайды, бір жеке планетаға ұқсайды. Сондықтан оқытудың ең өзекті қағидаларының бірі сол тұлғалық қасиеттеріне құрметпен қарау және олар тәрбиелеу, дамыту деген қағиданы ұстанған. Толстой ұсынатын 6-шы қағида оқушыға келіспеушілігін айтуға мүмкіндік беру. Егер мұғалім осы қағиданы дұрыс қабылдайтын болса, оқушы, оның алдындағы отырған оқушы өзіне ұнамайтын сәттерді, кейбір өзіне ұнамайтын бір талаптарды айтуға еркіндік бар екенін сезінеді. Одан кейін, егер мұғалім мен оқушының арасында осындай еркін байланыс болатын болса, бала өзінің табиғатын ашады, ішкі әлемін ашады, ол ұстазға баланы тереңірек тануға мүмкіндік береді деген қағиданы ұстанған. Толстойдың педагогикалық 7-ші қағидасы баланың қиялын дамыту. Оқу тек қана оқулықтың айналасына құрмау керек дейді. Оқулықтан бөлек баланы дамытатын, өсіретін, баланы тұлға ретінде қалыптастыратын қоршаған ортада көптеген факторлар бар дейді. Мысалы, Толстойдың мектебінде оқыған оқушылардың мен бірнеше естеліктерін оқып шықтым. Сол естеліктердің ішінде мынандай бір факты маған қатты әсер етті. Жаңағы бір оқушы айтады, Толстойдың мектебінде оқыған Лев Толстой, егер біз сұрақтарымыз болса, сабақтан кейін де қалып, кейде тіпті түнге шейін бізбен отырудан жалықпайтын, бізбен бірге кітап оқып, ертегілер оқып, кейде ойнап, бізбен бірге орманға да серуендеуге баратын еді дейді. Міне Толстой бұл жерде тек қана қағиданы ұстап қана қойған жоқ, сол баланың қиялын дамытуға өзі тікелей атсалысқан. Және 8-ші қағида түсіндіре білу. Жалпы баланы оқытуда екі нәрседен алшақ болуымыз керек дейді Толстой. Біріншісі өте түсініксіз нәрсені айтпау керекпіз дейді, және бала онсыз да білетін нәрсесін айтудан сақтануымыз керек деген. Бұл енді дәл осы тұжырымы Мағжан Жұмабайұлының 1922 жылы жарыққа шыққан, Орынбор қаласында жарыққа шыққан педагогика атты еңбегіндегі идеялармен 100% үндесіп тұрғанын байқаймыз. Енді кейде осындай бір бағытта, бір салада еңбек еткен ұлы тұлғалардың арасында осындай үндестіктер болып тұрады. Мен ойымша бұл кездейсоқтық емес деп ойлаймын. 9-ші қағида адамдықты ұстану. Енді осы жерде Лев Толстойдың өзіне нақты цитата келтіретін болсақ, Толстой айтады, балалар үлкендердің бойынан ең алдымен білімді емес, адалдықты, шыншылдықты, мейірім мен арды іздейді. Көп жағдайда көре алмайды дейді. Сондықтан ұстаз боламын деп шешім қабылдаған адамның бойында міндетті түрде адамдық қасиеттер, адалдық, шындық, мейірім мен ар көрініс беру керек деген қағиданы ұстатқан. Лев Толстойдың ең соңғы қағидасы жақсы өмір үлгісін көрсету. Мұғалім баланы тәрбиелемеу керек, ең алдымен өзін түсіп, өзін дамыту керек дейді автор. Бұл енді қазақ мақалдарымен үндес. Қазақтың мақалдарында мынандай бір сөздер бар. Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейді, немесе ұяда не көрсең, ұшқанда соны білерсің деген мақалдардың бәрі осы 10-ші қағидамен үндесіп тұрған байқау қиын емес. Міне келесі слайдта сол Лев Толстой 1862 жылы жарыққа шығарған Ясная Поляна деген журналды көрсек болады. 1862 жыл. Толстой жалпы бұл журналдың ішіне балалардың табиғатына түсінігіне сәйкес келетін, халық арасынан, ел арасынан ғана жинамаған, бүкіл әлем әдебиетінен сұрыптап енгізіп отырған әңгімелер бар. Жаңағы айттық, қазақ хрестоматиясында Ыбырай Алтынсарин осы журналға шыққан бірнеше әңгімені пайдаланған, оны презентацияның келесі слайдтарында бірге тамашалайтын боламыз. Енді мына Ясная Поляна мектебінде оқыған бір оқушының естелігінен бір үзінді оқып берейін деп отырмын. Оқушы айтады, біз сабақтан кейін де үйге қайтпай, кеш болса да Лев Николаевичтің қасында болатынбыз. Өйткені ол кешқұрым бізге кітап оқып берген жақсы көретінді. Ең сүйікті кітаптарымыздың бірі Робинзон Крузо болды. Лев Толстой біздің қасымыздан кетпей, бізбен бірге болатын. Осы естеліктің жалғасында кейде түннің бір уақытына дейін кітапты оқып, үйге шейін апарып салатындығын айтып өтіп, баланы қолынан жетектеп алып, түн ортасында балаларды өзі таратады екен кейде. Енді бұл жерде біз Лев Толстойдың балаларды қаншалықты жақсы көргенін байқауға болады. Одан кейін Лев Толстой осы балаларды оқыту барысында мұғалімнің баланы жақсы көруі, оған махаббатпен қарау аса маңызды екендігін айтады. Мысалы, Абай Хакімнің бала тәрбиесіне байланысты мынандай бір цитатасын еске түсіреді. Осы қағида Абай Құнанбайұлы айтады, жалпы бала үлгіні, білім мен тәрбиені 3 қауымнан алады дейді. Ол ата-ана,
ұстаз және құрбы құрдастар осылардың қайсысын жақсы көрсе солардан көбірек алады деген. Сондықтан ұстаз ретінде балалар жақсы көру, балалармен сол сүйіспеншілікке негізделген қарым қатынас орнатуға Лев Толстой қатты мән берген. Одан кейін Лев Толстой балалардың жан дүниесіне терең үңіліп оны түсіне білетін дейді келесі бір оқушы. Одан кейін әрқайсымыздың үйімізге барып, тұрмысымызбен танысып, қалай өмір сүріп жатқанымызға мән беретін. Сонда бір оқушының естелігінде айтады, үйге кіріп, тіпті мен жататын бөлмедегі қандай кітаптар тұр, қалай ұйықтайсың, қандай тамақ жейсің деп бүкіл үймен танып шыққанының мен куәсі болдым деп айтады. Мұғалімдер өте көңілді жүретін дейді келесі бір оқушы, әрі түсінікті тілмен сөйлейтін. Жалпы Толстой өзінің өмірлік қағидасында күрделіліктен гөрі қарапайымдылыққа, түсініксіздіктен гөрі түсінікті тілге қатты мән берген жазушы. Ол жалпы жазушы ретінде де осы қағиданы ұстанған. Енді мына жерде Лев Толстойдың 7 жасар оқушы Захар Шевцевке жазған хатынан бір кішкене үзінді беріп отырмыз. Бұл хат кездейсоқ беріп отқан жоқпыз. Жалпы Лев Толстойдың 90 том шығармалар жинағының 32 том хаттары құрайды. Енді бұл жерде біз автордың бүкіл ғұмырын, бүкіл әлеммен жаңағы байланыс орнатқанын байқауға болады. Сол хаттардың ішінде қазақтың ұлы тұлғасы Шәкәрім Құдайбердіұлымен де хат алмасқан туралы тарихта деректер бар. Сонда Шәкәрім Құдайбердіұлы Лев Толстойға 5 сұрақ жолдап, оған Лев Толстой жауап берді дейді. Өкінішке орай, мен 32 томның ішінде ол хаттарды кездестіре алмадым, бірақ тарихта Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Лев Толстойдың арасында осындай шығармашылық байланыс болғаны ол анық нәрсе. Енді мына бір жалпы Толстойдың хаттарын саралап отырған кезде 5 жасар бір оқушыға жазған хатын көрдім мен. 5 жасар балаға. Ал енді мынау 7 жасар Захар Шевцевке жазған хаты 5 жасар баладан бастап патшаға дейінгі аралықта бүкіл әлемдегі адамдармен осындай байланыста болған, бүкіл әлеммен былайша айтқанда кері байланыс орнатып отырған. Енді мына хатты мен орыс тілінен қазақ тіліне аударған едім. Шағын ғана хат, соны оқып берейін деп отырмын. Толстой айтады Захарға: "Қарағым, саған бүгіннен бастап өміріңнің соңына дейін барлық адамдарға, әкеңе, анаңа, бауырларыңа, аула сыпырушыға, өмір жолында кезіккен барлық адамдарға бар ынта ықыласымен мейірімді болуға кеңес беремін. Бұл оңай емес, бұған жазуға, оқуға, скрипкада ойнауға үйренген сияқты үйренуің керек. Бірақ бұл ғылымдарды үйренесің, сонымен оларды үйрену аяқталады. Ал мейірімділікті үйренудің соңы жоқ. Әрі ешқандай ғылымнан, қайырымды болудан алған ләззатты ала алмайсың. Сен мейірімді болған сайында жаныңда жадырай түседі, айналаңдағы адамдар да сен тереңірек сүйетін болады. Өтінемін, осылай жаса. Әр минутында мейірімді болу керектігін есіңнен шығарма" дейді 7 жасарға жазған хатында ұлы жазушы. Енді бұл хаттан нені түйге болады? Жалпы Лев Толстой өзінің бүкіл өмірін адамдарды, адамзат баласын жақсылыққа шақыруға арнады десек қателеспейміз. Өзі де жақсылықты іздеді. Соның ішінде ол бала демеген, қарт демеген, өзіне хат жазған адамдарға мейлінше мүмкіндігінше жауап беріп отыруға тырысқан. Енді келесі слайдта біз енді Ыбырай Алтынсариннің ұстанған қағидалар және қанат сөздеріне тоқталайын деп отырмыз. Енді біз Ыбырай Алтынсарин деген кезде маған Мұхтар Әуезовтің мына бір цитатасы ойыма оралып отыр. Абайтанудан жарияланбаған материалдар атты ғылыми еңбегінде Мұхтар Омарханұлы 19 ғасырда қазақтың ойлау жүйесіне, қазақ қоғамына әсер еткен 3 ірі тұлға болды дейді. Оның біріншісі Абай Құнанбайұлы, екіншісі Шоқан Уәлиханов, үшіншісі Ыбырай Алтынсарин дейді. Байқап отырсақ, осы жерде ұлы жазушы біздің бүгінгі кейіпкерімізде қазақ қоғамына, қазақтың ойлау жүйесіне, қазақ баласының білім алуына, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал еткен 3 ірі тұлғаның ішіне біздің бүгінгі кейіпкерімізде қосып отыр. Енді осы жерде мынау Ильинскийдің айтқан естелігінен бір кішкене үзінді оқып кетейін деп отырмын. Ильинский айтады: "Мен Ыбырайды 30 жылдан бері танимын, оны бір кісідей танимын. Осы 30 жылдың ішінде бір ретте пендешілігін ағат кеткен жерін көрген емеспін" дейді. Енді осы жерден біз Ыбырай Алтынсариннің адамдық тұлғасын, болмысын тануға болады деп ойлаймыз. 30 жыл бойы бірге жұмыс жасасқан, араласқан, сырласқан тұлға 30 жылдың ішінде бір ретте мен пендешілігін көрген жоқпын деп отыр. Және бұл естелікті Ильинский Ыбырай Алтынсарин өмірден өткен кезде айтқанда көп нәрсені аңғартса керек. Қазір енді осы жерде біз Ыбырай Алтынсариннің бала оқытуға, педагогикаға байланысты ұстанған қанат сөздерінен бір 5-6 мысал келтірейін деп отырмыз. Ыбырай Алтынсарин былай дейді: "Балаға берілген тәрбие бірінші ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады" деген. Екінші қанат сөзі: "Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым білім беру жүйесі сақталу керек" дейді.
Міне бұл айтып отқан ойлары дәл қазіргі 21 ғасырда да өзекті деп айтсақ ешқандай қателеспейміз. Үшінші бір қанат сөзі. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Басында да сабақ процесінде көп әдіс пайдаланғаннан гөрі дөп әдіс табу ол мұғалімнің тәжірибесін, білім, біліктілігін қажет ететін нәрсе екендігі сөзсіз. Мен ойымша мына бір қанат сөзін мектептерге ұран ретінде іліп қоюға да болатын шығар. Ыбырай Алтынсарин айтады, мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс дейді. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз. Егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңізбен қолыңызға ерік беріңіз дейді. Соңғы бір қанат сөз, әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Жалпы қанатты сөздердің ішіндегі соңғы сөзде қазақтың табиғатына келіп тұр. Мынау әдебиетте де мынандай қағида бар, іш алтын өлеңнің сырты күміс деген. Жалпы қазақ халқы бала тәрбиесінде болсын, ұстанған өнерінде болсын, әдебиетте болсын, бірінші мазмұнға, екінші формаға қатты мән берген. Енді келесі слайдта біз хаттармен жеткен деректерге бірнеше мысалдар келтіргіміз келіп отыр. Соның ішінде мынау Ильинскийге жазған 1876 жылы Ильинскийге жазған хатына назар аударып көрейік. Хатта былай дейді Ыбырай Алтынсарин: алғашқы кітабына мысалдар енгізуді қаламаймын. Өйткені қатал өмір ортасында өсіп келе жатқан қазақ баласының табиғаты салмақты дүниелерді қажет етеді. Қазақ балалары мысалдарды ықылассыз күлкіге айналдырып оқитын тәжірибемен білемін. Ата-аналардың балаларына қарға мен сауысқанын сөйлеген сияқты түкке тұрғысыз нәрседе оқытқанына қарсы шыққан жағдайларда кездесті. Мен ойымша қазақ балаларына астарлы әзілдер, жұмбақтар, ғибратты әңгімелер мен жібек құрттарының көбелекке айналуы, сорлардың үй соғысында нәрселер келеді, һәм қызықтырақ деген. Енді осы үзіндіге кішкене бір түсініктеме бере кетсек, Ыбырай Алтынсарин осы қазақ хрестоматиясын жазу барысында, жалпы оқушылармен жұмыс жасау барысында әлемдік педагогикаға қатты мән беріп отырды. Толстойдың еңбектерін зерделеді, бірақ дегенмен мысалдардың бәрін ала бермеген. Бұл жерде қазақ баласының табиғатын ескеріп отыр. Бұл ұстаным Мағжан Жұмабайұлының мына бір қағидасын еске түсіріп отыр. 1922 жылы жарыққа шыққан педагогикада Мағжан Жұмабаев былай дейді: баланы оқытқан кезде баланы оқыту, тәрбие қазақ табиғатына, қазақтың жанына қабысып тұру керек деген. Сондықтан жалпы Ыбырай Алтынсарин болсын, Мағжан Бекемұлы болсын, Абай Құнанбайұлы болсын, кез келген қадамда осы қазақтың жанына, табиғатына келе ме, келмей ме деген мәселені критерий ретінде, өлшем ретінде ұстанған. 1864 жылғы Ильинскийге жазған хатындағы мына бір үзіндіге мән беріп көрейік. Балалар болашақта парақор болмас үшін оларға рухани әсер етуге бар күшімді саламын. Оларға рухани һәм ғибратты әңгімелер айтамын дейді. Енді бұл жерден нені байқауға болады? Ыбырай Алтынсарин балаларды оқытуды тек қана білім беруді түсінген жоқ, осы қоғамның көз ашық, көзқарақты, адал перзентін тәрбиелеп шығуды өзінің борышы ретінде есептеген. Енді келесі кезекте біз Ыбырай Алтынсарин өміріне қатысты бірнеше деректермен бөлісейін деп отырмыз. Соның біріншісі, Ыбырай Алтынсарин 1850 жылы Орынбор шекаралық комиссия штабындағы мектепке қабылданып, сол мектепті 1857 жылы алтын белгіге бітіріп шықты. Енді бұл Ыбырай Алтынсариннің тек қана ұстаз ретінде емес, оқушы ретінде де өте білікті, терең ізденістегі адам болғанын көрсетсе керек. Енді сол дәуірде ауылдан шыққан қарапайым қазақ баласының кәдімгі тәртіпті, өрнекті, үлгілі мектепті алтын белгіге бітіріп шығуы, алтын медальға аяқтап шығуы Ыбырай Алтынсариннің қаншалықты терең білімді оқушы болғандығын көрсетсе керек. Мектеп бітіргеннен кейін атақты атасы Балғожа бидің қолында хат жауып істейді. Жалпы сол мектепте жүрген кезде Балғожа бидің Ыбырайға арнап жазған өлеңі қазақ әдебиетіндегі эпистолярлық жанрдың керемет бір шедевр үлгісі болып есептеледі. Сонда өлеңнің түпкі идеясы: балам, ауылда жүрсең, нетер едің, ешқандай мұратқа жетпес едің, білім арқылы ертең халқыңа қызмет жасайтын тұлға болып қалыптасасың дегенді айтады. Одан кейін Мағжан Мұхтар Әуезовтің үш тұлғаны ерекше бөліп атағанын айтып өттік. Тағы да бір Ыбырайға қатысты мынандай бір фактіні Абайдың өлеңдерінен кездестіруге болады. Абай интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы деген өлеңдегі интернат Мұхтар Омарханұлы айтады. Осы жерде Абай Құнанбайұлы Ыбырайдың мектептерін айтып отыр дейді. Расында да осы мектептерден үлкен өмірге қадам басқан оқушылар кейін қазақ қоғамының қалыптасуына 20 ғасырдың басында өте үлкен еңбек сіңіргенін атап өтсек
жасырын болмайтын шығар. Ыбырай Алтынсарин ашқан алғашқы мектептер кәдімгі қарапайым, лақ қамайтын, қозы қамайтын қоралар болды. Бірақ ол бірте-бірте өзінің кемеліне келді, толысты, толықты, сөйтіп кәдімгі тәртіпті үлгілі мектептер қатарына қосыла бастады. Енді осы мектептердің ең алғашқысы 1864 жылы ашылғаны айтып өткіміз келеді. Ал енді 1870 жылы Ыбырай Алтынсарин екі оқулық ұсынды. Оның бірі қазақ хрестоматиясы, ал екінші оқулығы қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш нұсқаулығы атты кітабы жарыққа шықты. Осы еңбектерінде жаңа біз айтып өтірген алдындағы Лев Толстойдың бірнеше әңгімелерін қолданды, пайдаланды. Мен енді осы еңбектерді зерделей қарап отырдым. Міне, мен айтып отқан еңбек, мал еңбек. Жалпы Лев Толстойдың 90 томдық шығармалар жинағы бар. Соның 10-шы томында балаларға арналған еңбектері енгізілген. Ыбырай Алтынсарин жаңағы 1870 жылы қазақ хрестоматиясы деген оқулықты жазу барысында осы еңбектің ішінен бірнеше әңгімелерді пайдаланған. Қазір мен сол әңгімелердің кейбіріне тоқталып өтетін боламын. Ал енді мынау оқулық Ыбырай Алтынсариннің жазған оқулықтарына, сол кезде оқушыларға пайдаланған әңгімелері енгізілген оқулық. Мен мына екі кітаптың ішіндегі әңгімелерді салыстырдым, және 10-ға жуық әңгіменің сөзбе-сөз бірдей екенін байқадым. Бірақ кейбір тұстарда қазақ баласының табиғатына қарап аудармада бір кішкене өзгерістер енгізген, ал жалпы оқиғаны, кейіпкерлерді өзгертпеген. Міне осы екі кітапты сіздерге бір оқу құралы ретінде қазір де пайдалануға болады деп кеңес беретін едім. Ал енді тағы бір осы жерде бір оқулықты көрсете кетейін. Еңбекті бұл Ыбырай Алтынсариннің жазған хаттары. Мына томның ішінде Ыбырай Алтынсариннің достарына, ұстаздарына, кейбір қазақтың билеріне, болыстарына, немесе билік өкілдеріне жазған хаттар жинақталған. Алда мысал ретінде келтірген бірнеше хаттарды мен осы кітаптың ішінен алдым негізінде. Енді келесі сайтта біз жаңа атап өткен Ыбырай еңбектеріндегі Толстойдың әңгімелері деген жерге тоқталайын деп отырмыз. Жаңа мен көрсеткен екі кітаптың ішінде бірінші Силинче деген ханым деген әңгіме кездеседі. Жалпы бұл әңгіменің идеясы жоғарыда атап өттік қой. Толстой болсын, Ыбырай болсын, тек қана балаларға пәнді оқыту емес, олардың өзінің еліне, тұтас адамзатқа қызмет жасайтын адал, шыншыл тұлға болып тәрбиелеуіне қатты мән берген. Силинче деген ханым деген бұл Қытай жұртының ханшайымы. Жалпы тарихта осы кісінің жібек құртын, жібек өндіруді ең алғаш бастаған кісі ретінде тарихқа енгізілген. Міне осы Силинче деген ханым туралы әңгіме мына 10-шы томда кездесіп тұр. Бұл жай Ясная Поляна деген журналға да енгізілген екен бұл әңгіме, және мына кітаптың ішінде де тұр. Мен екі әңгімені салыстырып шықтым. Енді әңгіменің идеясы, оқиғалар ешқандай өзгертілмеген. Енді бұл әңгіменің идеясында еңбек еткен адамның ғылыми табысқа, жаңалық ашуға бір табан жақын болатындығы айтылған. Бұл енді балаларға өнеге үлгі беру ретінде пайдаланған. Одан кейін жаман жолдас әңгімесі. Енді бұл әңгімені біз өз басым мектеп кезінде бастауыш сыныпта жүргенде оқығам, әлі есімнен кетпейтін әңгіме. Қазір мен әңгімені қысқаша айтып берейін. Екі жолдас орманға бірге барады, жидек теруге. Сөйтіп аю шығып қалып, біреу қорқып ағаштың басына шығып кетті, бір жүрек ауыратын досы талып құлап қалады. Сөйтіп аю келіп, талып қалған жігітті иіскелеп кетіп қалады, ағаштан түсіп, саған аю бірдеңе деді ме деген кезде, я деді, жаман жолдасқа сенбе деп айтты деген бір әңгімесі бар. Енді бұл әңгіменің ғажаптығы, бұл әңгімені бір оқыған адам ешқашан есінен шығармайды. Қазір сіздердің не естеріңізге түсіп отырса мен таңғалмас едім. Міне жаман жолдас әңгімесі де сол Ясная Поляна деген журналдан алынған екен, ол оны Ыбырай өзінің еңбектерінде пайдаланған. Одан кейін жамандыққа жақсылық. Мұнда Парсы жұртындағы Абдулла деген уәзірдің басынан өткен оқиға баяндалады. Абдулла деген уәзір жұрттың алдына шығады. Енді қазіргі тілмен айтқан кезде ол премьер-министр. Сөйтіп бір адам шығып, оның жағасынан ұстап, сілкілеп, қатты айқайлайды. Көшедегі бір ереуілде жүрген адамдардың ішінен бір адам шығады да, бас уәзірдің жағасынан ұстап, сілкілеп тұрып, қатты сөйлейді. Сөйтіп уәзір өзінің сарайына келген кезде бір адам келіп, мен бағана сіздің жағаңыздан алған кісіні танимын, қаласаңыз қайда тұратынын айтайын, айт дейді. Сөйтіп ана кісі үйіне уәзірдің жасауылдары келген кезде қатты қорқып келіп, уәзірдің аяғына жығылып кешірім сұрай бастайды. Сонда уәзір айтады, орнынан тұр, мен сені жазалау үшін шақырған жоқпын, көрсең өте нашар адам екен, содан сақ болып жүр, соны айту үшін шақырдым дейді. Енді бұл жерде бұл әңгіме арқылы мен ойымша Толстой да, Ыбырай да балалардың бойында достық сақтау, біреудің сыртынан
жаман сөз айтпау және көршіге адал болу деген идеяларды насихаттап отырғанына ешқандай күмән жоқ. Келесі әңгіме, осы жинаққа енген келесі әңгіме, ол данышпан қазы деген әңгіме. Мұнда алжирлік Дауқас атты қазының даналығы сөз болады. Енді өте ұзақ әңгіме. Сіздер енді осы бүгінгі дәрістен кейін сол әңгімені тауып оқиды деген сенімдеміз. Одан кейін үш ұры деген әңгіме бар. Жалпы кітаптардың ішінде, осы жинақтардың ішінде әзілдер де бар. Мына үш ұры деген әңгіме ғибратты өнегеліліктен гөрі кішкене әзілге жақындау келеді. Сондықтан бұл екі тұлғада өзінің еңбектеріне ұтымды астарлы әзілдерді қосып отырған. Келесі слайдқа тоқталсақ, енді бүгінгі әңгімемізге арқау болған қос тұлға да өз ұлтының игілігі үшін қызмет етті. Тек қана ұлт үшін емес, бүкіл адамзаттың игілігі үшін қызмет етті деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Ыбырай Алтынсарин үшін бала оқыту өмір жолы болса, Лев Толстой үшін өмір жолындағы бір кезең, адамдарға жақсылық жасау жолындағы кезек талпыныс, өзін іздеудің бір мүмкіндігі болды. Енді таныстырылымда осы Лев Толстой қатты құрметтеген, бірнеше әңгімесін аударып өзінің шығармаларына енгізген Блез Паскальдың нағыр сөзінің тәмамдағын түйіндегім келіп отыр. Паскаль айтады, адамдардың үш тобы бар дейді. Бірінші топ ғылымды, білімді іздеді және тапты, олар ақылды әрі бақытты адамдар деген. Екінші топтағылар білімді іздеп жүр, бірақ тапқан жоқ, бұлар ақылды, бірақ бақытсыз адамдар деген. Үшінші топтағылар білімді іздеп те жүрген жоқ, тапқан да жоқ, бұлар ақымақ әрі бақытсыз адамдар деген. Енді сіздерге осы жерде отырған ұстаздар қауымына бақытты әрі ақылды шәкірттер тәрбиелеп, солардың адамзатқа қызмет ететін тұлға болып қалыптасуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деген тілекпен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Енді осы дәріске байланысты сұрақтар болса, мен чатқа назар аударайын, және пікір айтам деген әріптестер болса, микрофонды қосып, пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Ажбедена Гаухар Мұсталиқызы, Атырау қаласы Марат Отарәлиев атындағы Қазақ орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгін сіздің интерактивті дәрісіңізге қатысқаныма өте қуаныштымын. Көп ақпарат алдым. Еңбек өтілім 20 жыл болса да, мен мына Толстойдың, Ыбырайдың педагогикалық идеяларын, концепцияларымен сіздің айтуыңыз бойынша танысып, өзімнің тәжірибеме қажетті керекті нәрселерді түртіп алдым. Оны атап айтатын болсам, бұл жаңағы мына Толстойдың есіндегі көзқарасындағы баланы қабілетіне қарай оқыту, баланы шын жақсы көру және балаға пайдалы білім беру деген бұл жаңағы бүгінгі біздің заманымызда өте қажетті керекті нәрсе деп ойлаймын. Сонымен қатар осы 10 нәрсеге мән береді ғой. Сол 10 нәрсенің ішінде маған өзіме жаныма жақын болғаны, осыны өзіме тәжірибеме енгіземін деген нәрселерді айтқым келеді. Баланың табиғатын тәрбиелемей бұзбау керек. Және сонымен қатар мына кім айтады ғой, Толстой айтады ғой, баланың жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту деп. Біздер сабақтың үстінде әңгіменің мазмұнын айтамыз, өмірмен байланыстырып айтып кетеміз де, бірақ әрі қарай ол мына кейіпкердің жеке тұлғалық қасиетін ашу, сонымен қатар соны балаға ой беретіндей, ой салатындай етіп, әрі қарай оқыту, ол әлі де мен өзімнің практикамда, тәжірибемде қолданысыма енгізу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар бүгінгі күнде жаңағыда біздер бұрынғы енді 20 жылдың үстіне кетті ғой, тәжірибе шыққан кезде балалар өзімізге келіспеушілігін айтса, сол балалардың келіспеушілігін қабылдамай жатамыз де, бұл шынымен жеке тұлғалық ойымен санаса білу керек. Сонымен қатар баланың қиялын дамыту деген нәрседе қазіргі кезде бұл ақсап жатқан нәрсе деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңа айттық, түсіндіре білу дедіңіз. Ол жаңағыда екі нәрседен қашық болу керек дейді, иә. Баланың білетін нәрсесін қайталап айтудың қажеті жоқ, баланың түсінбейтін нәрсені айтудың қажеті жоқ деген нәрсе. Осы жаңағыдай мына тақырыпты оқытқан кезде осы түсіндіре білуді қолға алу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар адалдықты ұстану, баланың алдында жасандылықтың қажеті жоқ. Ол баланың алдында адами тұрғыда мұғалім ретінде де, ана ретінде де, жақсы сыйлас дос ретінде де ол баланың жан дүниесін түсіне білу, ол өте жаңағыдай бүгінгі таңда мына мұғалім үшін өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Сонымен қатар мына Захарға жазған хаты бар ғой, мейірімді болуға кеңес береді деп. Осы бүгінгі таңда осы адамдардың
азайып бара тұрған мәселе осы мейірімділікпен қарау деген, иә, баланың жан дүниесін түсінбей жатамыз, тек қана жай ғана баланың жан дүниесі емес, айналамыздағы адамдардың көзқарасын қарау, жан дүниесі үңілу деген нәрселерді де осы әу баста осы 100 жылдың үстіне өтсе де, осы Ыбырай Алтынсарин мен Лев Толстойдың педагогикалық концепциялары бүгінгі күнде өзінің мәнін жойған жоқ деп ойлаймын. Енді Ыбырай Алтынсариннің көзқарасына келетін болсақ, оқу процесінде қалай болса солай емес, тек жай ғана 45 минутты өткізіп кету емес, ол 45 минуттың өзін жаңағыдай оқыту мен тәрбиені қатар алып жүріп, және сонымен қатар бізде ақсап жататын нәрсе тек теориясын беріп кетеміз де, ал сол теорияны өмірмен байланыстырып айту деген нәрсені осы Ыбырай Алтынсарин атамыз өте жақсы айтып кеткен. Сонымен қатар бүгінгі күнде әдістер көпті, сол мына Ыбырайдың айтып отырғаны именно балаға қандай әдіс керек, әр нәрсені емес, әдістерді саралап, сол балаға жақын, бала түсіне алатындай сондай әдістерді таңдап айту деген көзқарасы маған өте ұнады. Сонымен қатар баланы дүниетанымына сай оқыту деген көзқарасы менің өзімнің мұғалім ретінде өзімнің тәжірибеме үлкен жаңада жақсы идеялар айттым. Осындай идея тастайтын дәріс өткізгеніңізге көп рахмет айтамын. Шығармашылық табыс тілеймін сізге. Үлкен рахмет. Сіз расында да осы қазіргі таныстырылымдағы ең өзекті деген идеяларды қайтадан тілге тиек етіп өттіңіз. Тағы да пікір білдірем деушілер болса, пікір айтсаңыздар болады. Сұрақтар болса, чатқа сұрақтар жолдасаңыздар да болады. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі онлайн дәріске қатысушылар. Мынау қазақтың ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсарин мен атақты орыс ойшылы Толстойдың педагогикалық концепцияларының үндестік тақырыбындағы мынау онлайн дәрісте мына екі тұлғаның педагогикалық ой пікірлері, олардың мына творчестволық қызметінің кез келген саласымен өзектесіп жатқандығын аңғаруға болады. Бүгін мына дәрісте мен өзіме үлкен тәжірибе жинақтадым десем болады. Мына Ыбырай Алтынсариннің өзінің досы Ильменскийге жазған хатында айтады ғой, мен балаларды жазалауды сүйетін онша қатал адам емеспін дейді. Осындағы бірақ кейде балаларды тентектен тыймайды, болмайды. Тентек етіп өсірсең, балалардың бәрі тентектіктен тентек етіп өсірсең, балалардың адамгершілік қасиетін бұзып аласың деп өзінің педагогикалық ұстанымын айтады. Осыда мен балаларды жазалауды сүйетін онша қатал адам емеспін деген көзқарасындағы мынау балалардың Лев Толстойдың ұстанымындағы мынау бала тәрбиелеудегі, балаға оқытудағы басты мәселе мынау еркіндікті беру керек екендігін айтып отыр деп түсінемін мен. Осы астарында осы оқушыға мынау ең бірінші балаға сүйіспеншілік таныту керек. Осы сүйіспеншілік арқылы оларға еркіндік бергенде қана бала өзінің шығармашылық ой қабілетін жетілдіре алады деген пікір қалыптастыруға болады. Осында Лев Толстойда өзінің мынау Ясная Поляна деген жеріндегі мектеп ашқан кезде де шетелге барып, Францияға, Италияға, Бельгияға барады, сол жердегі оқытудың жолдарын қарастырады. Оқытудың жолдарын қарастырған кезде мынау сол шетелдердегі білімнің, мектептегі оқытудың кейбір қағидаттарына өзіндік бір қарсы пікір білдіреді. Неге десеңіздер, мынау әсіресе Германия мектептеріндегі негізгі кемшіліктер формализм, педантизм, оқушылар үшін еркіндіктің жоқтығын атап өтуге болады. Сөйтіп өзінің жеке қағидатын ұсынып, бұл тәжірибелерді мүлдем қолдануға болмайды екендігін жүйесін қарсы қояды. Сөйтіп педагогиканың өлшемі тек бір ғана еркіндік деп ұсынады. Өзі осылай ұран қояды. Демек, бүгінгі күнде де шын мәнісінде алып қарап отырсақ, оқытудағы балаға кішкене еркіндік беру, оның ойлануына мүмкіндік беру, бұл бүгінгі басты мәселе деп айта аламыз. Бүгінгі күні мына жаңартылған білім берудің де алдына қойған қағидасының бірі, баланы мәжбүрлі түрде емес, білім алуға қызықтыра білу керек. Осы қызықтыру арқылы білімге деген уәжін біз бүгінде арттыра аламыз. Оны бүгінгі педагогиканың осы салада жүрген барлық мұғалімдердің басты мақсаты деп білеміз. Оқушыны құзыретті тұлға ретінде қалыптастыру. Сол кезде ғана оқушы алған білімін болашақта өзінің қажеттілігіне қолдана алатын, еліне өзіндік алған білімін болашақта алып дамуына үлкен мүмкіндік қосатын
тұлға қалыптасады деп айта аламын. Енді мына Ыбырай Алтынсариннің және Лев Толстойдың 19 ғасырдың аяғында өздерінің педагогикалық қызметінде ұстанған принциптері бүгінгі мына 21 ғасырға аяқ бассақ та, бұл идеялар, оқыту идеялары бүгінде өзінің құндылығын жойған жоқ деп айта аламын. Жақсы. Жақсы, үлкен рахмет, пікіріңіз үшін, берген бағаңыз үшін үлкен рахмет. Расында да біз атап өткен екі тұлғаның педагогикалық идеялары 21 ғасырдың өрісінде де өзінің өзектілігін жойған жоқ. Сонымен құрметті ұстаздар, бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі онлайн дәрісте кездескенше сау саламат болыңыздар.